Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін де цехтамыз. Бүгін қандай заказдарымыз бар? Клиентіміз 5000 штук заказ берген. Соның заказын дайындап жатырмыз қазір. Міне. Полиэтилен пакетке логотиптарны басқызып жатыр. Балдар басып жатыр соны. Мынау да сол бір адамдікі достар. Бүгін осы пакеттерге біздер қандай краскалар істетеміз жалпы, соларды кішігірім айтып өтіп кететін болам достар. Сосын мына вальпресс станок жайлы да бір айтып өтіп кетейін. Картон коробкаларды жасайтын, үлгілеріне кесетін, қазір көрсетіп өтіп кетейін. Міне, мына картонный коробкаларды мына аппаратта кеседі. Мынандай пышағы болады, өзінің и бумага болады. Мынандай түрлі бумагалар болады достар. Соларды қойып, пышағының үстіне мынадан өткізіп жіберсек, өзі прямо үлгісін кесіп береді. Мынандай ұстағыш ручкаларына жеке сатады, бауларына осыларда шығатын болады. Яғни былайынша айтқанда, бұл аппараттың көмегімен сіз картонный коробка, картонный мынандай коробкалар, кейін картонный осындай пакеттер, коробкалар жалпы мынандай жасап, B2B бизнеске қызметіңізді ұсына берсеңіз болады тоже. Картон әрдайым сұранысқа ие нәрсе. Кейін біздер германский краскалар қолданамыз пакеттерімізге. Жалпы химикаттар, мынау химикат мысалға. Тоже германский порошоктар қолданамыз осылай. Кейін германский нелер қолданамыз, эмульсиялар достар. Кейін краскаларымызда тоже германский, мынандай. Міне. Осылай германскийні қолданамыз. Біріншіден иіс шықпайды, бұл балдарға жақсы, мысалға білінбейді почти иісі. Екіншіден качествосы жақсы болады, жалтырап шығады достар. Енді бүгінгі қандай заказдарымыз бар? Жалпы міне бүгінгі заказдарымыз жинап жатыр. Мынандай заказдарымыз бар. Мынау осы заказдарымыз. Заказдар бұл бизнесте тоқтап қалмайды, артынан беріп отырады. Біздер үлгермейде қаламыз. Себебі мысалы үшін көп болса бір 5000-3000 штукқа үлгеретін шығармыз біздер. Ары қарай уже кеңейту керек болып қалады складты достар. Кеңейтсең, уже 4 адам, 5 адам болып істейтін болсаң, күніне 10.000 шығаруың мүмкін. Станоктар тоқтамай жұмыс істеп тұрса достар. Жалпы осылай. Оның үстіне пакет бизнесі бұл жерде күнде мусорға шығып кетеді, алғанын алған сайын тез айналып кеп тұрады. Біздерде базовый клиенттеріміз бар, күнделікті айлантырып заказ беріп отырады. Кейін пакеттеріміздің де сапасы, мысалы үшін достар, біздер анандай не пакеттерді қолданбаймыз. Сырты тайғақ, сыртында пакеттің үстінде бір майда пакеті бар сияқты бір пакеттер болады. Ондай пакеттер қолданбаймыз, себебі жалтырақ, әдемі красканы жақсы ұстайтын пакеттер қолданамыз. Микрона 70-тен асатын. Міне, достар. Кейін, мына жерде заказдар дайындап қойыппыз. Бұл қандай заказдар? Қазір көрсетіп өтіп кетемін. Клиенттерге кететін заказдарымызды осылай дайындап қойыппыз. Краскалар бұның ішінде, станоктар, міне, достар. Мынандай упаковать етіп, клиенттерімізге жіберіп береміз осылай. Салып жібереміз. Біздерден станок сатып алған, жалпы осы бизнеспен айналысып жатқан көптеген клиенттеріміз бар. Олар біздерге заказ береді әрдайым. Пакеттерді барлығын осылай салып отырамыз достар. Жалпы станоктар, краскалар, полиэтилен пакеттер, полиэтилен коробкалар, және мынандай картонный пакеттер өндіретін мынандай станоктар керек болса, біздерге хабарласа беріңіздер. Видеоның астында сілтеме қойып кетемін достар. Осы бизнеске кірсеңіздер, упаковка бизнес деп айтылады. Жалпы бұл конкуренция басқа бизнестерде көбейіп кеткен сайын, мына бизнеске сұраныс арта береді. Лого бренд бизнесі әрдайым сұранысқа ие болып есептеліне береді. Бұдан былай себебі жеке брендті қалыптастыру қазіргі уақытта уже трендте, маржаны ұстап қалу үшін достар. Міне, качествосын көре берсеңіздер болады. Өзіміздің пакеттер, өзіміздің лого
станоктарда басылған. Міне сапасы. Краскамыз сол жаңа айтып өткенімдей германский достар. Осы бизнеске қатысты сұрақтарыңыз болса, достар, комментарияда жазып кетіңіздер. Өзім видео ответ қайтаратын боламын сіздерге. Міне. Бұл бизнеспен қосымша біздер DTF-та бизнес ашқан болатынымыз. Осы бизнесті бастадық, дополнительный принтерлер, нелер сатып алып, DTF текстилға да печат басамыз. Бұл бизнесте дәл біздің станоктар арқылы текстилға да, футболкаларға да печат баса беруге болады. Краскасы бөлек болады, бірақ бір станокта сол баса беруге болады, достар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер.